жатырмыз. Күнінде Мүсәпірбековтер әулеті алашқа аты белгілі Ақтамберді Саралы Батыр Баһадүр бабамыздың басына гүл шоғын қоюға келді. Және де осы жерде біздің аяулы ағаларымыз Нұрбайұлы Жантияқ әкеміздің және өмірден өткеннен 1 жыл толған біздің аяулы Дәмені Қаша Дүйсемай қызы Дәмені Қаша анамыздың рухына құран бағыштап құрметті журналистер қауымы осы игі шараға қош келдіңіздер. Айтарыңыз қабыл болсын. Гүл шоғын қою рәсіміне көрсетілді. Evet, жоғары қоя. Бұранды жоғары қойып фотоға түссе қайтады. Біз енді негізгі шарамыз анамыздың қайтыс болғанына 1 жыл сол асқа келгенбіз. Мына артымызда тұрған Ақтамберлі біздің үлкен атамыз Мұсапарбеков Тұрсынғазы Жантияқұлы осы ағамыз 3-4 жыл бұрын осы ескерткіш орнатып, осы Ақтамберлі көшесіне ашық болған. Енді бүгін анамыздың осы 1 жылдық асына арнап келген атамыздың, үлкен атамыздың осы тасына гүл шоғын қойып, ұрпақтар жалғастырып жатырмыз. Үлкендерімізді еске алып, жастарға тәрбие болсын. Осындай шара барлық үлкен атамыздың, әке-шешеміздің ұлдары мен қыздары осындай жиналып, осындай шара өткізіп жатыр. Өңірді мына Таскескен, Қоңыршәулі, Ақшәулі, Айгөз, өзінің жатқан жері білесіздер, мына Жданов бұрынғы қазіргі Құндызды, сол жерде жатыр, зираты. Ол жаққа да барып қайттық. Осындай бір шаралар өтіп жатыр. Мемлекет деңгейінде және мынау халықтың арасында Ақтамберлі атамыздың әлі бейнесі, жазбалары әлі ашылған жоқ. Соны толықтай ашылуын келешекте ұрпақтары ашады деп ойлаймыз. Сол ұрпақтары қазір жазған жинақтарын, естеліктерін жинап қазір жұмыс үстінде. Бұның жалғасы әрі алдыда. Бұл кісінің жырау батыр екенін бүкіл ел біледі. Бұрынғы ұрпақта, қазір ұрпақта анықтап Аты жөніңізді айтып кетсеңіз? Менің атым Қанат Жантияқұлы Мұсапарбек. Осы Ақтамберлі атамыздың 5-ші ұрпағымыз. Бүгінгі ас беріліп жатқан Дәмелі Қажы анамыздың ұлымыз, мына жерде ұлдары, қыздары, келіндері. Қай жақтан келдіңіздер? Мен Қарағандыдан келдім, Алматыдан келді, Семейден, Өскеменнен. Осындай қалалардан балалар тұрып жатыр, сол жақтан келіп.